Herkese merhaba, nasılsınız? Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін біз туған күніңмен деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Түрік тілінде туған күніңмен деп қалай айтамыз? Қалай құттықтасақ болады деген сұрақтарға жауап береміз. Достар, егерде менің сабақтарым сізге қызықты болса, лайк басып, подписаться ету батырмасын басуды ұмытпаңыз. Себебі бұл маған өте маңызды. Мен сіздерден шабыт алып, одан ары қарай сабағымды жалғастыруға тырысамын. Туған күніңмен қалай айтамыз түркше? Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Туған күнің құтты болсын. Немесе туған күніңмен. Ал егерде сіз деп айтатын болсақ, Doğum gününüz kutlu olsun. Туған күніңіз құтты болсын. Немесе туған күніңізбен. Байқасаңыз, қалай ұқсайды? Қазақ тілі мен түрік тілінде құтлы olsun, құтты болсын деген мағынаны білдіреді екен. Әрі қарай, бізге тілек тілеуге мынадай тіркестер керек болады. Nice yıllar, ұзақ ғұмыр, mutlu yıllar, бақытты өмір. Бұл жерде yıllar деген, жылдар деген сөз, nice ұзақ, mutlu бақытты. Бірақ қазақ тілінде тілек тілегенде қалай айтамыз? Ұзақ ғұмыр, бақытты өмір деп айтамыз. Достар, және де байқасаңыздар, түрік тілінде мынадай тіркес бар. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Бұл туылғаның жақсы болды деген сөз. Ал қазақ тілінде қалай айтамыз? Сенің бар болғаның қандай жақсы. Ал егерде сіз деп айтатын болсаңыз, İyi ki doğdunuz деп айтасыз. İyi ki doğdunuz. Сіздің бар болғаныңыз қандай жақсы. Әрі қарай, достар, бізге мынадай сөздер керек. Тілек тілеген кезде біздің көп айтатын сөздеріміз осылар. Мысалы, hayat, өмір, mutlu, бақытты, sağlıklı, deni sağ болу, olmak, болу, bütün, бүкіл, değerli, қымбат, ne kadar, қаншалықты. Достар, әрбір сөзді жазып, жаттап отырайық, сонда бізге бұл сөздердің түрік тілін үйренуге көп көмегі тиеді. Ары қарай, hayal, бұл қиял деген сөзге ұқсайды. Қазақ тіліндегі арман, мақсат, қиял. Gerçekleşmek, шынға айналу, орындалу. Hayat güneşi. Hayat деген сөз негізі өмір деген мағынаны білдіреді. Güneş бұл күн. Өмірдің күні деп айтпаймыз ғой қазақ тілінде. Қазақ тілінде былай айтамыз: тағдырдың сәттілігі. Яғни сенің жаныңда тағдырдың сәттілігі әрдайым болсын деген сияқты сөздерді айтамыз, я? Келесі сөз: әрдайым. Әрдайым. Бізде де осындай сөз бар. Әрдайым немесе әрқашан деп айтсақ та болады. Айдынлатмақ, нұрландыру. Қазақ тілінде айдын деген сөз бар, я, білесіздер ме? Мысалы, айдын көл дейді. Айдын көл, яғни беті жылтырап жатқан мөп-мөлдір тап-таза көл. Яғни айдынлатмақ. Сол сөз келеді. Нұрландыру деген мағынада. Достар, енді бәріміз бірге туған күнге тілек айтайық. Қалай құттықтаймыз? Doğum günün kutlu olsun. Туған күнің құтты болсын. İyi ki doğdun. Бар болғаның қандай жақсы. Bana, маған, ne kadar, қаншалықты. Değerli olduğunu bir bilsen. Değerli деген не еді? Қымбат. Маған қаншалықты қымбат болғаныңды бір білсең ғой. Ары қарай, hayatının her döneminde, өміріңнің әрбір кезеңінде, dönem деген кезең, кезеңінде mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Не деген сөз еді? Бақытты және денің сау болғанын тілеймін. Bütün hayallerin gerçekleşsin. Бүкіл қиял мақсаттарың шынға айналсын, орындалсын. Hayat güneşi her daim seni aydınlatsın. Тағдырдың сәттілігі жаныңда әрдайым болып, өміріңді нұрландырсын.
Достар, осылайша біз туған күн иесіне қысқаша нақты әрі әдемі тілек тілесек болады. Менің ойымша бұл менің жұмысым сіздерге ұнайды деген үміттемін. Олай болса маған қолдау көрсетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк бассаңыздар өте қуанышты болар едім. Бүгінлік bu kadar. Herkese teşekkürler. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгін осымен сабағымыз соңына жетті. Сау болыңыздар.